Ассалаумағалейкум құрметті миллионерлер, сіздермен бірге мен Зе Құлынбет. Оқырмандардың өтініші бойынша осы криптовалютаға бойынша аналитика түсіріп жатырмын. Егер бұл видео сіздерге болашақта ұнап жатса, онда видеоның астына комментарийға өздеріңіз пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар және видеоны лайкпен бағалап отырыңыздар. Егер лайк, комментарий көп болатын болса, онда мен бұл видеоны ары қарай түсіріп жалғастыратын боламын. Онымен қоса YouTube арнамда бөлек плейлист ашамын. Сол плейлистке уақытым келіп жатса, күн сайын, даже егер әрине активность көп болатын болса, күн сайын осылай қысқаша аналитика түсіріп отыратын боламын. Осы аналитика бойынша менің білімім бір күшті деп айта алмаймын. Сол себепті сіздерге аналитика түсіру барысында өзімде қосымша ақпараттар зерттеп біліп отырамын. И болашақта уже сіздермен бірге даже прямой эфирде Binance Futures арқылы торговля жасасақ болады. Сол себепті бұның барлығы сіздердің қолдарыңызда. Сіздердің қолдауларыңыз көбірек болса, онда болашақта бұдан да қызықты ақпараттар беретін боламын. Сонымен достар, біздің алдымызда қазір биткоиннің 1 сағаттық графикасы. Осы графикаға қарап қысқаша сіздерге анализ айтып өтейін. Қараңыздар, алдыңғы бізде графиканы қарайтын болсақ, бізде мына жерде үш бұрыш болған. Осы үш бұрыш бойынша бізде жақсы келіп, мына жерден бізде жоғары кетті. Міне көріп отырсыздар. Одан кейін осы жерден бізде жақсы уровень поддержки болып тұр. Даже былай сызсақ та болады. Міне көріп отырсыздар, осы уровень поддержкиден бізде жоғары шыға алмады, ары қарай төмен қарай сырғып кетті. Енді қараңыздар, бұл жерде бізде былай сызатын болсақ, мына жақта жақсы поддержка болды, коридор десек те болады. Осы коридорды бұзғаннан кейін, міне көріп отырсыздар, қызыл свечкамен бұздым. Одан кейін бізге ары қарай уверенно төмен қарай кетті. Енді мына жерден біз келетін болсақ, мына жерде бізде көп адамдар үш бұрыш сызған болатын. Үш бұрыштан кейін бізде тағы да жоғары шығады деп есептеген болатын, бірақ көріп отырсыздар, бізде жоғары емес, қазір төмен қарай кетіп бара жатыр. Егер осы поддержканы ұстап қалатын болса, онда биткоин әрине жоғары шығу керек. Егер бұл поддержканы ұстамайтын болса, онда биткоиннің бағасы бізге ары қарай төмен қарай түсіп, уже кетуі мүмкін. Бұл уже медвежий рынокқа жақындау мүмкін. Сол себепті алдағы уақытта осы свечкалардан қай жаққа баратынын күту керекпіз. Бұл жерде асығудың қажеті жоқ. Біз тек қана күтіп отырамыз. Бұл жерде біз нақты осы свечкалардан қай жаққа жабылатынын көру керекпіз. Оның жабылғанын күтеміз. Осыдан кейін бізде егер тағы да қызыл свечка пайда болатын болса, онда уже төмен қарай биткоиннің бағасы түсу ықтималдылығы жоғары болады. Бұны 100% айтпаймын, төмен түседі деп, бірақ жоғары ықтималдылығы болады. Егер бұл жерде бізде жасыл свечка жанатын болса, бұл нелердің барлығын жауып тастап, жасыл мен жоғары көтерілетін болса, онда бізде алдағы уақытта биткоин тағы да өзінің тест жасау уақытысын көрсетуі мүмкін. Сол себепті бұл жерде біз тек қана күтеміз. Яғни қазіргі уақытта не определенность, бұл жерде күтуден басқа амал жоқ. Міне сіздердің алдарыңызда биткоинға қысқаша анализ жасап шықтым. Енді бізде келесі криптовалюта бұл Shiba токен. Әрине бәріміз Shiba'ны жақсы көреміз, бағасы арзан және де комьюнити өте көп. Соған қарамастан қазір сіздерге Shiba'ға тоже көрсетіп өтейін. Shiba'да тоже самай биткоин секілді бізде графика көріп отырсыздар. Міне сіздерге уровень поддержканы көрсетейін. Яқтан уровень поддержки болып тұр. Онымен қоса бізде Shiba токенде міне қызыл свечка уровень поддержканы бұзып жатыр, көріп отырсыздар. Егер бұл свечка төмен қарай жабылатын болса, ары қарай бізде тағы да қызыл пайда болатын болса, онда біздер Shiba токенді ары қарай төмен қарай күтетін боламыз. Даже былай есепте болады. Мынаяқтан бізде мынаны аламыз да, мынау қалай өсті. Міне дәл осы ритм бойынша бізге примерно осы маңайларға Shiba токен тағы да түсу керек, даже мына жақтарға түсу керек Shiba токен. И ары қарай біз уже көретін боламыз. Шорт жасайын десеңіздер, онда болады, бірақ мен яқта 100% қазір айта алмаймын. Бірақ мен скорее всего өзім шорт жасайтын едім. Яқтан егер қызыл болып жабылатын болса свечка, онда мен шортқа көңіл бөлетін едім. Яқтан бізде стоп-лосс қойып, и төмен қарай шортпен жабылса болады. Міне Shiba'ға мен қысқаша осындай инструкция бердім. Енді келесі криптовалютаның бірі бұл VPAT деп аталады. 1 сағаттық графика. Бұны мен американдық бір YouTube каналдардан көріп қалдым. Көбісі осыны айтып жатыр. Бұның айтқан себептері осы жерден жақсы треугольник көріп отыр. Бұл технический анализ, себебі бұл криптовалютаны графикасы өте көп несі жоқ, бір анализі. Бірақ осы жерден нақты осы жерден көп адамдар айтып жатыр. Осы жерге қарайтын болсақ, бізде міне көріп отырсыздар, жақсы треугольник болып тұр. И көп адамдардың аналитикасы бойынша бұл жерде бізде жоғары қарай графика кету керек. Мына жақтан даже бізде пробойлар болған. Мына жақтан отскок кеткен, мына жақтан отскок кеткен. Бірақ соның өзіне қарамастан көріп отырсыздар, бізде графика жақсы көтеріліп келе жатыр. Мына жақтан бізде тағы да қосымша осылай жүру мүмкін. Егер төмен қарай түсетін болса, мына жақтан төмен қарай, онда осы жақтан сатып алсақ болады. Бұдан кейін егер мына жақтан даже пробитие болатын болса, онда біз даже запаспен, страховкамен ол жақтан сатып алсақ болады. На всякий случай мына жақтан тағы төмен түсіп кішкене тест жасау мүмкін. Сол себепті бұл жерде бір жақсы лонг позицияға
орны ашылып тұр. Бұл VPAT токенді біз CoinMarketCap'тан қарасақ болады. Мен қазір арнайы сіздер үшін CoinMarketCap'ты ашып дайындап қойған болатынмын. Осы VPAT бойынша сіздер торговля жасайын десеңіздер, бізде мына Uniswap V2 бар, Uniswap V3, Pemex және Bitmart деген крипто биржаларда осы VPAT токен сатылым үстінде жүр. Сол себепті осы жаққа кіріп регистрация жасап, осы жақтан сауда жасасаңыздар болады. Мына бірақ объемдары өте аз, соған қарамастан өздеріңіз тексеріп көрсеңіздер болады. Бұл өте непопулярный токен, бірақ соған қарамастан мына бізде даже наблюдатели 27 мың ба сондай адамдар болып отыр екен. Соған қарамастан осы жақтан бір жақсы жоғары графикамен ұстасаңыздар болады. Өкінішке орай бұл токен крипто биржа Binance'та жоқ, сол себепті бұны басқа биржалардан қарасаңыздар болады. Бірақ графикасы өте жақсы. Міне көріп отырсыздар, жақсы осындай уровень болып тұр. Міне VPAT бойынша сіздерге осындай қысқаша анализ жасадым. Бұл айтқанда жақсы X жасау токендердің бірі болып табылады. Сіздер $100 салып жақсы көтеріп алсаңыздар да болады. Сол себепті міне сіздерге бүгін 3 токенді көрсеттім: Bitcoin, Shiba және VPAT. Міне примерно достар, осылай. Егер сіздерге осындай форматтағы видеолар қызық болып жататын болса, онда видеоға лайк басамыз. Комментарийға келесі видеода қандай криптовалютаға аналитика жасау керекпін, соған тоже токендердің бағаларын жазып отырыңыздар. Сіздермен болған мен Зая Құлмет. Келесі жүздескенше барлығымызға чеке пау.